Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қант диабетінің асқынулары туралы айтатын боламын. Жалпы қант диабетінің асқынулары екі топқа бөлінеді: жедел және созылмалы. Жедел дегеніміз қандағы қант, яғни глюкозаның мөлшерінің бірден көтерілуінен болады. Бұл жағдай коматозды жағдайға дейін алып келуі мүмкін, яғни адам комаға түсіп кетеді. Екінші асқыну созылмалы асқыну. Созылмалы асқыну кезде бұл өте ақырын дамиды, яғни 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл, 15 жыл кетуі мүмкін. Яғни бұл жерде ірі және майда қан тамырлар зақымданады. Яғни көздегі қан тамырларының зақымдану ретинопатия деп аталады. Яғни көздің көруі нашарлайды, бұлдырлайды, нашарлайды. Екінші, аяқ қолдың тамырлары зақымданады, яғни ангиопатия деп атайды. Одан кейін бүйректің тамырлары зақымданады, яғни бүйрек зақымданады. Оны нефропатия деп атайды. Сонымен қатар аяқтағы, қолдың ұштарындағы нерв талшықтары зақымданады. Оны полинейропатия деп атаймыз. Яғни бұл кезде аяқ қолдың ұштарының жансыздануымен, ауруымен сипатталатын болады. Сонымен қатар сахарный диабеттің ең ауыр асқыну ол аяқта жара пайда болып, жара жазылмай, ол іріңдеп, тіпті аяқта ампутациялауға дейін алып келеді. Егер де қант диабеті сізде бар болса, онда міндетті түрде қантты түсіретін дәрілеріңізді қабылдап, аяқ күтімін өте қатты қадағалағаныңыз абзал. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.